Барлығына сәлем достар. Бүгін біз сіздерге Наруто фильміндегі Акурамиге ұқсайтын оқиғаны айтамыз. Егер сіз аниме көрмесеңіз, бет орамалдарды жақсырақ дайындаңыз. Бұл оқиға кез келген адамға әсер етеді. Барлығы кішкентай флешбектен басталады. Сүйкімді кішкентай түлкімен бақа ойнап, жартастан құлап кете жаздады. Оны кішкентай бала құтқарады, бірақ өзінің аяғы тайып кетті. Түлкі оған көмектескісі келді, бірақ ол құлап жан тапсырады. Түлкі өлген баланың қолындағы жарақатына жасы тамып жылайды. Бірнеше мың жылдықтар өтеді. Түлкі рухтарының адам кейпіндегі тобы белгілі бір рәсімге бара жатыр. Бай есімді шашы ұзын жігітті онда кіргізбейді, басқа қара жұмыстар жасауға жібереді. Жиналысты барлық студенттердің алдында бастаушыға айналатын 9 құйрықты алып ақ түлкі ашады. Қарт ол жерде өлместік беретін және қарапайым адамдарда болатын белгілі бір эликсир бар дейді. Эликсирді тек жас түлкілер жинай алады, және бұл олардың басты сынағы. Бірақ адам оны өз еркімен беруі қажет. Сонымен қатар, заттың түсі қандай болатыны маңызды. Мысалы, қара эликсир ештеңеге жарамайды. Ақсақал осы айда 1000 жылда бір рет алуға болатын ең құнды ақ эликсирдің жиналатынын хабарлайды. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, сіз ең күшті 9 құйрықты түлкіге айнала аласыз. Тәлімгер жас түлкілерді үлкен кристалды ұстауға және іздеу бойынша нұсқаулар алуға шақырады. Оқушылар шеңберде тұрады, бірақ олардың энергиясы кристалды жұмыс істеуге жетпейді. Қабылданбаған студент сиқырлы кристалды ұстайды, содан кейін өмірге келеді. Барлығы нұсқаулар алады, бірақ оның қолындағы шифр толық емес. Қолында тек қана эликсирдің есінде құлағы ұзын деп жазылған. Жиналыстан кейін ақсақал тапсырманы орындауға мүмкіндігі аз деп қорқатынын айтады. 500 жыл бұрын ақсақал оны жол жиегінен тапты. Оның асыл тұқымы жоқ, бұл қарапайым жарты тұқымды. Оның тек екі таңдауы бар. Мүмкін емес әрекет жасап эликсирді табу және өлмейтін болыңыз, немесе бастапқы пішініңізге оралыңыз. Бірақ бай қайсар, ол әлі де бағын сынамақшы. Содан кейін ақсақал оған жындармен күресу үшін сиқырлы жүзді және батасын береді. Студент тәлімгердің қалтасынан висмут кристалын ұрлайды. Рухани көмекші оның ішінде тұрады. Бай адам әлеміне еніп, ең бірінші жергілікті асханаға тауық етін жеуге барады. Бір жігіт жақын маңдағы көшелерді аралап, өтіп бара жатқандарға адамның портретін көрсетеді. Ол байға да келіп, суреттегі бейтаныс адамды көрген-көрмегенін сұрайды. Тамаққа құмар болған сонша, ол оны байқамай да қалады. Кристалдың дауысы оны шындыққа қайтарып, эликсирі бар адамның жақын жерде екенін хабарлайды. Бай өз адамын іздеуге барады. Бірақ құлақтары бар күлкілі қалпақ киген бір топ еркектер әбігерге салады. Түлкі сиқырлы картиналарды қиып, сырқат балаларды кенептерден ағып жатқан сиқырлы қанға ішкізген көше бақсысының ойынына алаңдайды. Бай ұсталып қала ма деп қорқып, асығыс қашады. Ол кенет портреті бар жігітке соқтығысып, есек арбаға құлап түседі. Айналадағының бәрі ыдырай бастап, жарақаттан аулақ болады. Бірақ сол бір танысының есегі қашып кетіп, байға соғылып, оны өзі алып кетеді. Иесі оларды қуып жетуге тырысады және көше бақсысынан ерекше сыйлық алады. Ақыры ұзақ қуудан кейін жігіттер орманға түседі. Қалпақ киген бейтаныс адам қашып кеткен есекті өзіне қайтаруды талап етеді. Бірақ ол оны тек қолын ысырып тастайды. Оны жаңа таныс ашуландырады. Бірақ кристалл оған кеңес бергеннен кейін және эликсирдің оның ішінде екенін білген соң, кенеттен жайбарақат және мейірімді болады. Жаңа танысы әжесі есек сыйлағанын, қазір ағасын іздеп жүргенін айтады. Ол есекті қайтару керек. Ағасы мемлекеттік қызметке емтихан тапсыруға тырысты, бірақ өте алмай жоғалып кетті. Енді ол да сол емтиханды тапсырғалы жатыр. Ағасымен кездесуге де үміттенеді. Бай оған да емтихан тапсыру керек деп өтірік айтады. Студент төсекке жатады. Бай ойланбастан қаруды алып, жас жігіттің үстіне көтереді. Кенет қасында ақсақалдың көмекшісі пайда болады. Эликсирді осылай қабылдаудың өзі ақ болып шықса да мағынасы жоқ екенін түсіндіреді. Алдымен адамға көмектесу және құтқарушы болу үшін дәрменсіз жағдайға қойыңыз дейді. Оның сенімін жеңу арқылы сіз қалаған нәрсеге қол жеткізе аласыз. Бай көмекшіге есекті табуға көмек сұрайды. Таңертең есекті жігітке беріп қуантады. Жігіт өзін зин-зин деп таныстырып, емтиханды қуана бірге тапсыратынын айтады. Бірнеше сағаттан кейін олар тұман басқан жұмбақ қонысқа жетеді.
Олар көптеген студенттер мемлекеттік емтиханға дайындалатын мектепке түседі. Жергілікті директор жігіттерге түнеуге рұқсат береді. Түнде Цзинь дәліздегі қатты дауыстан оянып, артында біртүрлі алтын тамшылар қалдырған бақаны көреді. Кенет оған біреу шақырып, кішкентай өзеннің жанында жігіт директорды көреді. Ер адам оны кенеттен суға қарауға шақырады. Цзинь судан шығып, мұғалімнің алып бақа құбыжығына айналғанын көреді, және барлық оқушылар сықырланады. Жауыз жігітті жұтып алмақшы болады, бірақ оған бай көмекке келеді. Бірге олар қорқынышты құбыжықпен шайқасады, бірақ оны алаңдатудан басқа жеңу мүмкін емес. Нәтижесінде достар жасыруға аз уақытты көбейтеді. Келесі сынақ күтіп тұр. Ол бақа миньондардың армиясымен күрес. Әрең дегенде жас жігіттер сыртқа шығып үлгереді. Соңғы сәтте қайтадан құбыжық пайда болады. Бай өзін құрбан етуге бел буып, өзін жұтып қоюға жол береді. Цзинь қорқып қашып кетеді. Мұның барлығы жай ғана қойылым. Мектеп директоры қасқыр болып, бай адамның сеніміне кіруіне көмектескен екен. Бірақ Цзинь жаңа досты құтқару үшін қайтып келгенде жоспары бұзылады. Ол құбыжық тілін отпен жаралайды. Бақа оқушыны да сормақшы болады, бірақ оның орнына абайсызда алауды жұтып қояды. Бай күйікке байланысты, ол ішінара бастапқы көрінісіне оралады. Цзинь оған жүгіріп барса, құлағымен түлкінің құйрығын көреді. Бірақ оның артында уақыт өте келе ақсақалдың шәкірті пайда болып, оны ұйықтатады. Қасқыр бай және шәкірт қайықтың палубасында отыр. Мұғалім тезірек Цзинь өзімен қандай түсті эликсир алып жүргенін табу керек деп айтады. Ол үшін студентті жақын маңдағы қалаға апару керек. Сонда бәрі реттеледі. Қасқыр мен шәкірт өзенге тығылады, қайықты жылжыту үшін. Цзинь оянады. Бай өзінің қасқыр түлкі екенін мойындап, құтқарылу үшін қарызын өтеуге келгенін айтады. Жас жігіт бұл оқиғаға қуанады. Өйткені ол әрқашан мифтік жаратылыстар туралы ертегілерді жақсы көреді. Әжесінің жауынгерлік дәрілерін беріп, жараларды емдеуге көмектеседі. Бай мен Джин қайықта көп күн жүзеді. Олар бір-біріне өмірлері туралы айтады. Бай досына онымен сөйлесіп тұрған кристалды көрсетеді. Студент ағасымен емтихандары туралы уайымдарымен бөліседі. Бірте-бірте олар жақындай түседі. Олар қалаға жетіп, бай қаланы аралайық дейді. Сол уақытта жас бала келіп Цзиньге оны шақырып жатқанын айтады. Жігіттер жүзекшілер үйіне түседі. Оның иесі боялған шәкіртті таниды. Цзиньді алыс бөлмеге сүйреп апарады. Ал түлкі тәлімгермен бірге сыртта қалады. Көмекші әлемдер арасында қозғала алатын және адамдардың эликсирдің қандай түс екенін көре алатын елес қызбен келіскенін түсіндіреді. Цзинь керемет сұлулық иесі Инь-Янь қызын кездестіреді. Ол оны азғыруға тырысады, бірақ ол өзінің романтикалық импульстарын ұстайды. Өйткені ол некеге дейін жақын болуға тыйым салынады. Цзинь әбігерленіп кетуге тырысады. Арқасы бар елес эликсирдің ішін көруге тырысады, бірақ бақсылардың сиқырлары оған кедергі жасайды. Қанша тырыссаңыз да қорғаныс өшпейді. Ол шарасыздықтан жылай бастайды. Цзинь өзін кінәлі деп шешеді. Емтихан тапсырып, міндетті түрде қызға үйленемін деп уәде береді. Оған дейін жақындай алмаймын дейді. Оның орнына Инь-Яньмен кейбір ертегілерді оқып бастайды, және олар бірнеше сағат бойы осылай отырады. Цзинь кітаппен ұйықтағанда қыз бөлмеден шығып, түлкіге ештеңе көрмегенін хабарлайды. Кейін ақсақал қызды жазалайды. Оның жаны лотос гүлінде жасырынған. Егер ол осы тапсырманы орындағанда, ол босатылатын еді. Бай Цзинь емтихан өтетін жерге келді. Тестілеу ең қатаң тәртіппен таңертең ерте басталады. Бірнеше сағат бойы олар басқа студенттермен бір бөлмеде отырады. Цзинь үй тапсырмасын мұқият орындайды. Ал бай гриль тауық жейді. Кенеттен Инь-Янь елесіп пайда болып, байға келісім ұсынады. Оның айтуынша бұл бөлмеде зұлым рух тұрады. Ол бір-екі сәтте жанды Цзиньнің денесінен шығарып алады. Ол эликсирді ауыртпалықсыз алудың тамаша сәті болады. Алынған ақпарат үшін бай оған қашып кету үшін лотосты оған қайтару керек. Түлкі досының денесін арамза елес басып алғанын көреді. Өзінің беймәлім елеске айналғанын түсінген ағасын іздеп барады да, кенет оны тауып алады. Ол осында тұратын зұлым рух болып шығады. Бай Цзиньнің рухына көмектесуге асығады. Ол досын тоқтатуға тырысады. Бірақ ол ағасын тастағысы келмейді, және зұлым оларды бірден сиқырлайды. Цзинь басқа дүниенің қара тұңғиығына түседі.
бай ұғады, оның артынан жүру қауіпті, бірақ ол әлі де досына ереді. Басқа әлемде елес інісін өлтіруді жалғастырады. Басқа рухтар байды қинайды. Бірақ түлкіде жасырын қару бар. Кристалл зұлымға оның өткенін көрсетеді. Отбасын, балаларын, жарқын өмірін. Залымның жанына нұр қайтып, зұлымдық бұғауынан құтылады. Бірақ шайқас кристаллы тым көп энергияны жұмсады. Ол шиеленістен жарылып кетеді. Содан кейін бүкіл басқа әлем ереді. Ағасы жоғалып кетпес бұрын Зейнге абай болу керектігін айтады. Емтиханнан кейін шынайы әлемге оралған жас жігіт түлкіге құтқарған үшін риза екенін айтады. Жанының эликсирін алуды ұсынады. Бай шошып кетеді. Ол досының мұндай нәрселер туралы ойы бар екенін елестете де алмады. Бірақ ең сорақысы, Зейн бұл үшін өлу керек екенін түсінбейтін сияқты. Бірақ Зейн оның алды өзімен инь-яньде алғысы келеді. Бай оған қыздың өткенін айтады. Оны кезінде жезөкшелер үйіне жетім кезінде сатып жіберген. Қыз қайғыдан асылып қалған. Қазір ол басқа қыздың денесінде. Ол басқа адамдардың жүрегін жеп өмір сүреді. Оны үшін сүйе алған адам ғана оның жанын босатады дейді. Бірақ Зейн бұл оқиғадан қорықпайды. Той сыйлықтарымен қызға барып, оның қолы мен жүрегін сұрайды. Қыз оған екеуміз екі түрліміз дейді. Жігіт бар шындықты білетінін айтып, сезімін білдіреді. Бұл сөздер қызға әсер етіп, мүмкіндікті пайдалануды шешеді. Бай қыз бен жиынның жолын жауып тастайды. Қыз серігіне түлкінің оны пайдаланғысы келетінін айтып, досына жақындамауды бұйырады. Бай ештеңе айтуға үлгермейді. Оған аруақ шабуыл жасап, ұрыс басталады. Зейн сүйіктісін тоқтатуға тырысып, эликсирді өз еркімен беруге дайынмын деп айқайлайды. Қыз ақыры оған құрбандық туралы шындықты ашады. Ол түлкінің денесіне пышақ тығады. Бірақ кенеттен басқа бір жүзі оның ішіне кіреді. Бақа көмекшісі аруақтың артынан шабуылдаған екен. Зейн сүйіктісімен жүгіріп, онымен бірге көлде отырады. Ол қазірдің өзінде есінен танып қалды. Жас жігітке оны шынайы қамқорлықпен құтқарғаны үшін алғыс айтады. Бірақ оны құтқару мүмкін емес. Ол Зейннің қолынан бірден жоғалып кетеді. Ол жалғыз жылап қалады. Біраз уақыттан кейін жағада Бай пайда болады. Зейн оның жоспарлары туралы бұрыннан білетінін айтады. Соңына дейін олардың достығы шынайы деп үміттенген. Шарасыздықтан қолына қару алып, өзінің ішіне тығып алмақшы. Бірақ түлкі оны уақытында тоқтатады. Өтірік айтып, Зейнді алдау қажеті жоқтығына өкініп, өзін құрбан етеді. Бай үйінде пайда болады. Ақсақал оны адам әлемінде осы уақытқа дейін бақылап жүрген бақсымен таныстырады. Содан кейін ақсақал жас жігітке өткен өмірмен естеліктерін көрсетеді. 500 жыл бұрын кішкентай бала құтқарған түлкі осы Бай болған. Балаға көз жасын төккен Бай баланың ішінде ақ эликсирді енгізді. Енді бала қайтадан Зейн болып дүниеге келді. Оның өмір сүруінің барлық мәні әрқашан өз құрбан ету болып табылады. Жас жігіттің тағдыры шешілген. Сәлден кейін Бай орманда Зейнді кездестіреді. Оған ұзақ уақыт өтірік айтқан үшін кешірім сұрайды. Түлкі бұрылып кетіп қалады, бірақ досы оны тоқтатады. Құрбандыққа дайын екендігіне сендіреді. Мәселе Байдың өлмейтін жақсы түлкі болуына көмектесу. Бай досын орманға сүйреп бара жатыр. Бірақ кенеттен бұл суретті басқа Бай ұстап қалады. Алғашқы жігіт жас жігіттің кейпіне енген ақсақалдың шәкірті болып шығады. Тәлімгер айтады. Эликсир жарамсыз болып шықты, ол қара, бірақ тіпті ақ болса да өзімен алып кетер едім дейді. Ерлер шайқасып жатыр. Жас жігіт зұлыммен күресуге қабілетті. Кенет қарсылас алып алты құйрықты түлкіге айналады. Ондай жауға қарсы шыға алмайды, сондықтан ол көп ұзамай күшсіз жерге құлап, өлімші жараланады. Жас жігіт қайтыс болған досының қасында жатып, олардың бірге болған қуанышты сәттерін есіне алады. Ол эликсир шарын саусағымен ұстайды. Бай мықты түлкіге айналып, қарсыласын жеңеді. Бір құйрығын жауып, тұншықтыра бастайды. Бірақ соңғы секундта ол жиынның құрбандығы мен жақсы түлкі туралы айтқан сөздерін есіне түсіріп тоқтайды. Бірақ кенеттен Зейнде тіріліп, емтиханды жақсы тапсырып, әжесіне оралады. Зейн орманда кетіп бара жатып, түлкі көріп, таныс көзқарасты байқайды. Сонда Бай мәңгі өмірін Зейннің жанына ауыстырып, өзі қарапайым түлкі болып қалған екен.
сол 500 жыл бұрынғы кездесу. Өмірінің көп бөлігін сүйікті досының қасында өткізетіндігін армандамаған шығар. Ойланып көр, мүмкін сен де үй жануарыңмен бұрын кездескен шығарсың.